Жалпы жедел жәрдем бригадасына шақыртуларға барғанда, әсіресе жақынына көмектесемін деп жағдайын күрт асқындырып алатын жағдайларды көріп жатамыз. Әсіресе инфаркт, инсульт кезінде. Сіз медицина қызметкері емессіз, жақыныңыздың кеуде тұсы ауырсынды, қан қысымын өлшей алмайсыз, кеуде тұсы ауырды деп мысалы изокет сеуіп жатады. Жақыныңызда инфаркт кетіп жатқан кезде мысалы изокет сеуіп қан қысымы төмен болды нормадан, керісінше ары қарай асқындыруға жағдай жасайсыз. Кардиогенді шокқа алып келеді. Екіншісі, сіз қан қысымын өлшей аласыз, жақыныңызда қан қысымы көтеріліп тұр, бірақ инсульттің белгілері пайда болды. Бір жақ шет сезбейді, оң жақ шет сезбейді дейік, тілі күрмеліп жатыр. Қан қысымын түсіретін препараттарды беріп жатады осындай кезде. Достар, бұл арқылы сіз де жақыныңыздың жалпы жағдайын асқындырасыз. Сол үшін де сіз медицина қызметкері емессіз бе? Жақыныңызда инсульттің, инфаркттың белгілері пайда болып жатыр ма? Тек қана қысып тұрған киімдерін шешіп, таза ауамен қамтамасыз етіп, жедел жәрдем бригадасының келгенін күтіңіз.